Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендерге сандық сәулені түсіндіретін боламын. Сәуле нүктеден басталып, шексіз созыла беретін түзу сызық. Яғни сәуленің басталу нүктесі болады, бірақ аяқталу нүктесі болмайды. Яғни шексіз созыла беретін түзу сызық екен. Сандық сәуледе сандар рет-ретімен орналасады. Әр санның өз орны бар және олардың арақашықтықтары бірдей екен. Алдарыңда балалар сандық сәуле, яғни 0-ден 10 санына дейінгі сандардың сандық сәуледе орналасу реттілігі беріліп тұр балалар. Байқасаңыздар балалар, әр санның арақашықтықтары бірдей, яғни әр көрші сандар. Балалар, сандар бір-біріменен көрші сандар, яғни әрқайсының олардың өздерінің орны бар. Енді әр санның арақашықтығы 1-ге тең, яғни 0-ге 1-ді қосқанда 1, 1-ге 1-ді қосқанда 2, 2-ге 1-ді қосқанда 3, яғни әр көрші санмен арасында сандардың 1-ге тең екен, яғни 1 саны бар екен. Яғни кез келген санның арасында 1 саны бар. Яғни демек әр санның арақашықтығы бірдей деген сөз балалар. Енді осы сандық сәуледе кез келген санның сол жағында орналасқан сан сол саннан кіші сан, ал сандық сәуледе оң жағында орналасқан сан, яғни ол саннан үлкен деп есептеледі. Айталық 5 саны. 5 санның сол жағында орналасқан 4 саны, яғни кіші болып есептелінеді. Яғни 4 саны 5-тің сол жағында орналасқан. Ал 6 саны сандық сәуледе 5-тің оң жағында орналасқан. Демек 4 кіші 5-тен, ал 6 5-тен үлкен деп есептелінеді балалар. Яғни сандық сәуледе 4 саны 5-тің сол жағында орналасқандықтан, ол 5-тен кіші. Ал 6 саны сандық сәуледе 5-тің оң жағында орналасқандықтан, ол үлкен болып есептелінеді балалар. Енді сандық сәулеменен кішкене мысалдар қарастырайық балалар. Жаңағы айтып өткенімдей, әр көрші санның арасында тек бір ғана сан бар. Айталық 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады екен. Неге? Өйткені 9 бен 10 көрші сандар. 10 саны 9-дың оң жағында орналасқан сандық сәуледе. Демек яғни 9 бен 10-ның арасында тек қана бір сан бар. Ол деген сөз 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады екен. Ал егер де 10-нан 9 азайтатын болсақ балалар, 1-ге тең болады. Не үшін 1-ге тең болады? Өйткені 10 мен 9 көрші сандар, балалар. Яғни үлкенінен кішісін алғаннан кезде 1-ге тең болады. Яғни 9 саны 10-ның сол жағындағы көрші сан. Яғни сандардың арасында тек бір ғана сан болғандықтан, 10 мен 9-ның арасында да тек 1 бар. 10-нан 9 азайтатын болсақ, демек 1-ге тең болады екен. Ал егер де 10-нан 1-ді азайтатын болсақ, 9-ға тең. Яғни 10 мен 9-ның арасында тек бір ғана сан болғандықтан, 1-ді азайтқан кезде ол 9-ға тең болады екен. Ал енді екінші сандық сәулеміз, яғни 10-нан 20-ға дейін беріліп тұрған сандық сәуле. Бірақ балалар, сандық сәуле айттық қой, нүктеден бастап, ол шексіз созылып жататын түзу сызық, ол созылып кете береді. Яғни бір жағы тұйықталған, ал бір жағы тұйықталмаған шексіз созылып жататын түзу сызық екен. Екінші сандық сәулемізде 10-нан 20-ға дейін берілген екен сандар. Енді алдындағы сандық сәуледегідей дәл сондай 10-нан жоғары қарайғы сандарға да арасында тек бір ғана сан бар. Демек 10 мен 11-дің арасында бір сан, 11 мен 12-ның арасында бір сан, яғни 13-ке 1-ді қоссақ 14,
14-ке 1-ді қоссақ 15, 15-ке 1-ді қоссақ 16. Дәл солай балалар жалғасып кете береді екен. Яғни әр көрші сандардың арасында тек бір ғана сан бар екен. Демек, арақашықтықтары бірдей деген сөз балалар. Алдыңғы сандық сәуледегідей 5-тің сол жағында орналасқандықтан 4 саны кішкентай болғандықтан, енді екінші сандық сәуледен 15 санын алып қарайық, балалар. 15 санының сол жағында қандай сан орналасқан? Көрші сан 14. Ал оң жағында қандай сан орналасқан? 16. 14 саны 15-тің сол жағында орналасқандықтан, ол 15-тен кіші. Ал 16 саны 15-тің оң жағында орналасқандықтан, сандық сәуледе ол 15-тен үлкен деп есептелінеді. Ал енді кішкене мысал келтірейік, балалар. 19-ға 1-ді қоссақ 20 болады екен. Яғни 19 бен 20 көрші сандар. Сол үшін 20 болу үшін біз 19-ға тек қана 1-ді қосады екенбіз. Демек, 19-ға 1-ді қоссақ 20 болады екен. Ал енді 20-дан 19 азайтсақ 1-ге тең екен. Неге, балалар? Өйткені 20 мен 19 ол көрші сандар. 20 мен 19-ды азайтқан кезде саусағымызбен санап, болмаса ойша есептеудің қажеті бар ма екен, балалар? Әрине жоқ. Өйткені 20 19-дың оң жағындағы көршісі. Яғни 19 саны 20 санының сол жағындағы көршісі. Демек, азайтқан кезде 1-ге тең болады екен. Өйткені әр көрші сандардың арасында, балалар, тағы да айта кетеміз, тек қана бір ғана сан бар. Енді 20-дан 1-ді азайтатын болсақ, балалар, 19-ға тең болады екен. Жаңағы айтып өткенде 20 мен 19-ның арасында тек қана бір сан бар. 20-дан нешті азайтсақ 19 болады? Әрине 1-ді. Өйткені бір-ақ сан бар ғой арада. Демек, 20-дан 1-ді азайтсақ 19-ға тең болады екен, балалар. Сандық сәуледе кез келген сандарды осылай қосып азайтуға, яғни болады екен. Басқа да мысалдар құрастыруға болады, балалар. Әдетте, балалар, көрші сандарды азайтудан кішкене қиналыңқырап жатамыз, балалар. 10-нан 9 азайтқанда, немесе 8-ден 7-ні азайтқанда, я болмаса 20-дан 19-ды, 16-дан 15-ді, я болмаса 33-тен 32-ні, 26-дан 25-ді деген сияқты. Яғни, көрші сандарды азайтқанда кішкене қиналыңқырап жатады екенбіз. Ол кезде біздің саусағымызға жүгінудің, я болмаса баған түрінде алып қосудың бізге ешқандай қажеті жоқ екен, балалар. Яғни, көрші сандарды азайтқан кезде ол 1-ге тең болады екен. Өйткені олардың арасында тек қана бір ғана сан бар. Яғни 18-ден 17-ні азайтатын болсақ, 1-ге тең. Олар енді көрші сандар емес пе? Сол үшін 18-ден 17-ні азайтсақ 1, 15-ден 14-ті азайтсақ 1, 7-ден 6-ны азайтсақ та 1. Яғни кез келген көрші сандарды бір-бірінен азайтқан кезде, яғни үлкеннен кішісін азайтқанда 1-ге тең болады екен. 14-тен 13-ті азайтсақ та 1. Яғни бұл сандық сәуледе берілмеген басқа кез келген көрші сандарды үлкеннен кішкентайын азайтқан кезде, балалар, 1-ге тең болады. Өйткені олардың арасында тек қана бір ғана сан бар. Сендерге түсінікті болды деп ойлаймын сандық сәулені, және бір санын қосу және көрші сандардың үлкеннен кішісін азайту да сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, сау болыңдар.